Махаббат 4 бөлім. Автобуспен әпкемнің үйіне Аянаны ертіп бірге түстік. Ал Назым өз үйіне кетті. Аяна жатақханада жалғыз өзі болғандықтан оны жаныма шақырдым. Үйге келсек, үй бұғып жатыр. Әпкем жоқ. 3 бала шағасы жылап жүр. Сырттарынан құлыптап кеткен. Маған хабарласып ескертпеген де. Кеткеніне біраз болған-ау, себебі балалар шошып қалған. Қарындары аш. Мен үйді жинадым. Аяна тез арада тамақ жасап жіберді. Балаларды тамақтандырып, өзіміз тамақтанып боламыз дегенше кеш деп атты. Балаларды ұйықтатып, ыдыстарды жуып жатқанда есік ашылды. Әпкем мен жездем келіпті. Келе сала әпкем қуанып, сен келетініңді білдім ғой. Жұмысымен асығыс шақырып, зарядкамда өліп қалыпты. Саған хабарласа алмадым. Балалар ұйықтап қалды ма? Деді. Күндізгі ашуым басылмаған. Бірдеңе деп сөйлейін деп едім. Аяна қолымнан ұстап қалды. Сөйтті де, әпке, оны мен ертіп келгенім жақсы болған. Екі жақтап барлығын жасап тастадық. Балалар ұйықтап қалды. Енді бірге сабақ орындаймыз. Бірігіп жасайтын презентациямыз бар еді. Мен мұнда сол үшін келдім, деді. Аянаны ертіп басқа бөлмеге кірдік. Аяна төсек салып жүр. Мен болсам ызбайланып әлі отырмын. Бүгінгі күн мен үшін сәтсіз өтті. Екеуміз сабақ орындадық та бірден ұйқыға кеттік. Қатты шаршаппыз. Түн кенеттен соғылған қоңырау оятты. Сағат қарасам түнгі 3:45. Сәлем, деді таныс дауыс. Оның кім екенін іштей сезіп тұрмын. Күні бойғы ашуымды тарқатқандай болды. Оның даусы құлағыма жағып барады. Екеуміз біраз әңгімелестік. Ол мені музейде күндіз байқаған екен. Бірақ мен оны көрді деп ойламадым. Бар ойым әлгі қызда болды. Оны өзінен сұрауға бата алмадым.